Саламатсыздар ма? Осы видеоны көріп отырған барлық HSK тестіне дайындалып отырған студенттер. Бүгін біз сіздермен HSK тестін ары қарай талқылайтын боламыз. А вариантты отырып алайық. Бұл іс өткеніне ұзақ уақыт болыпты. Сен айтпасаң, менің есімде қалмапты. Б вариантты отырып алайық. Б вариантта бізге берілген. Бұндай құсты мен тұңғыш рет көріп тұрмын. С вариантта ешқашан ел сені көмектеседі деп ойлай берме. Д вариантта ол емханада жатқанына 3 ай болды. Врач айтады оған воскресенье күні емханадан шықсаң болады деп. Е вариантта мен ақ рубашканы кисем қандай екен. Ал енді тестімізді жалғастырайық. 46-да оның аузы не деген ғажайып. Бұда бізде бұда берілген, бұндай құсты мен тұңғыш рет көріп тұрмын деген. Сол үшін 46-да бұл варианты тура болады. 47-де менің күйеуімнің аяғы жақсы болып қалды. Д варианты ол 3 ай емханада жатты деген. Сол үшін 47-де Д тура. 48-де егер жұмысқа кез болсаң, өзің соны шешуің керек. Ал С вариантта көргеніңіздей ел сені көмектеседі деп ойлай берме деген. Сол үшін 48-де С вариант тура. 49-да жаман емес, сен көк түсін киіп көрші, қайсысы жақсы болады екен. Е вариант айтқан, мен ақ рубашка кисем қандай болады деп. Сол үшін 49-да Е жауап тура. 50-ші сұрақта ол почти осы жұмысты ұмытып кетіпті. Сол үшін А жауап тура. Бұда А жауапта ұзақ уақыт өтті деп берілген. 51-ші тестте берілген сөздерді алдымен аударып алайық. 51 А. Бір жаққа қарай. Б. Жабық. С. Кенеттен. Д. Келсем. Яғни келісім. Е. Дыбыс. Ф. Дүние. Берілген мысал. Оның сөйлегенде дыбысы қандай әдемі. Сол үшін Е жауап тура. Алаң болмаңыз. Мамаңыз сізді осы жұмысты істеуге қосылады. Сол үшін бұл жерде Д ответ тура. 52. Сен кетер кезде кондиционерді жауды ұмытып кеткен жоқсың ба? Сол үшін Б жауап тура. 53. Сенде карта бар ма? Маған бере тұршы. Бұл жерде F дүние болады. Дүниежүзілік картасы бар ма? Маған бере тұршы. 54. Өткені сөзсін. Адам болғандықтан алдыға қарай қалау керек. Сол үшін 54-те А жауап тура. 55. Неғып кенеттен жел соғып кетті. Біз тауға шығуға барамыз ба? Сол үшін бұл жерде жауап С вариант. Міне осындай тесттерді жалғасты көреміз десеңіздер, біздің каналымызға тіркеліңіздер. Күнделікті сіздерге тест жіберіп отырамыз. 56-тан 60-ші тестке дейін. Тестімізді бастамас бұрын алдымен аударып алайық. А вариантта айырмашылық, Б вариантта келісім, шешім, С вариантта пиво, Д вариантта хобби, Е вариантта ортасы, Ф-де қанық, тұнық, яғни. Ал берілген мысалда сенде нендей қызығушылық, яғни хобби бар. Онда Д жауап тура. Мен спортты ұнатамын. 56-да диалогта бұл шаруаны телефон арқылы мен саған жеткізе алмаймын. Біз кездесіп сөйлесейік. Яғни Ф жауап тура. Бұда айтылған жарайды. Мен жұмыстан кейін сені алып қайтамын. 57-де әке қараңыз. Анау қандай екен? Оның ортасынан сағат келу керек. Ал Бұда жауап берілген өте кішкене. Холодильник алғандықтан біз үлкен дерегін алайық. Сол жақтағы жақсырақ екен. Ал онда яғни
сөзде айтылғанда ол ортасындағы болу керек. Сол үшін жауап тура. 58-де А сөйлеуші айтты: бірдеме ішесіз ба? Бір нәрсе, не болмаса сушняк. Б жауапта: сушняк. Мен мәшіне айдап қайтамын кешке дейді. Ал сол үшін пива болмайды, значит. Сол үшін С вариант. 59. А сөйлеуші: мен ертеңнен бастап 6-да тұрамын. Б сөйлеуші: рас па? Күн сол жақтан шығайын ба деген. Ал сол үшін бұл жердегі жауап Б варианты болады. 60. Ертең біз футбол тепкелі барамыз. Сен барасың ба, бармайсың ба? Барамын. Мен ең соңғы 2 абзац қалды. Соны жазып болып барамын. Күте тұрыңдар. Ал сол үшін бұл жерде А вариант тура. Үшінші бөлімге келсек, 61-ден 70-ші тестке дейін. Бұл енді біраз қиындырақ болады. Сіздерде сөздік қорларыңыз жоғарырақ болу керек. Сіз бүгін кездесуге келдіңіз ба? Ерте келіп қойыпсыз. Сағат қазір 8:30 болды. Сіз ішке кіріп отыра тұрыңыз. Берілген сұрақта кездесу қашан басталады дейді. Қазір 8:30-нан өтті. Значит, 8 болмайды, 8:30 болмайды. Ал бастайтын уақыт онда 9 деген сөз. Сол үшін С жауап тура. 61-ші тестте Қытайда көп қалалардың бірнеше атауы болады. Мысалға келер болсақ, Гуанчжоу, оны тағы Янчжың деп атайды. Тағы да Күлді қала деп те атайды. Ал берілген текстте Гуанчжоу қаласы өте әдемі, А вариант. Б вариант: Янчжың деп атайды. С вариант: өте өзгеріс көп. Ал сол үшін бұл жерде Б варианты тура. 68-ші тестте біздің мектептің жанында бірнеше кофехана бар. Ортасы жақсы. Біз сол жерге барып айымды күтейік. Берілген тестте ол жердің кофеханасы орны әдеттегідей бұл емес, орны жақсы болды. Б менюді алмастырды. С университетке С мектепқа жақын, яғни С варианты тура. 63. Қазір Бейжіңда көптеген парктарға кіру береті арзан. Кейбір жерде 2-3 юан ғана алады. Егер сен көп паркке баратын болсаң, онда жылдық карта бітіруіңе болады. Бұндай болғанда сен әр жолы кірген кезде карта алып жүруің керек емес, және де ол арзан. Егер көп уақыт паркке баратын адамдар болса, жылдық билет алғаннан кейін А вариант тіпті де ыңғайлы. Сондықтан А вариант болады. 64-те егер сен басқа бір мемлекеттің мәдениетімен таныспақшы болсаң, сен тек қана кітап көрмей, осы қалаға барып көруің керек. Яғни осы мемлекетке барып көруің керек. Көргенде ғана сен осы мәдениет екәрпін түсіне аласың дейді. Берілген сөзге қарай бір мемлекеттің мәдениетін түсінбекші болсақ, біз көп кітап көру, жоқ бұл емес. Тек қана көп кітап көру емес деді. Оқуға түсу, жоқ. С вариантта сол мемлекетке барып көру керек. Яғни С вариант тура. Өткен апта мен досыммен бірге бір қалаға барып 2 күн ойнап қайттым. Ол жер солтүстікпен мүлдем ұқсамайды екен. Біз көптеген фото түсірдік. Барлығы менің компьютерімде. Сен барып көресің ба? Ол жерде берілген ол А елге көмектеседі. Б камера алмаған. С сол қалаға барып көрген. Яғни турист болып көрген. Сол үшін С ответ тура. 66-да біз жарты сағат болды күткенімізге. Ол көшеде әлі такси жүрген жоқ.
сондықтан біз автобусқа міндік. Олар ең басқы планында не орындамақшы болған? А. Оңтүстікке қарай жүру. Б. Машинамен бару. С. Автобуспен бару. Яғни бұл жердегі ең бастағы вариантты сұрап отыр. Сол үшін бұл варианты тура. 67. Телевизорда айтқандай, осы айдың 20-шы күні сол паркта 2 панда келеді. Менің қызым әлі панда көрмеген. Біз сол уақытта соны ертіп барайық. Ол қызын ертіп бармақшы. А вариант киноханаға. Б. Ат мінуге. С. Панда көруге. Яғни С вариант тура. 68. Қазіргі көп жастар денсаулыққа көңіл бөлмейді. Тек қана жұмысты ойлап, кәртейгенде біледі. Қаншама көп ақша болса да, бір жақсы денені сатып ала алмайтынын. Сондықтан жұмыс қанша қарбалас болса, өзіңе соншалықты қарауың керек. Берілген абзацтағы сөз бізге нені айтпақшы? А. Денсаулық мықты екенін. Сол үшін бұл жерде ответ А жауап. 69. Қытайда егер сен досың үйіне қонаққа барар болсаң, кетер кезде саған досың айтуы мүмкін: ақырын жүр деп. Бірақ ол негізгі мағынасы саған кетер жолда байқап жүр, саған ақырын кет деген мағына емес. Ал досың айтқан ақырын кет деген мағынаның мәні: А. Тағы да кел. Б. Жолда байқап жүр. С. Тез кетіп қалма. Сол үшін бұл варианты тура. 70. Бұл сағат мен 10 жаста атам маған берген. Мен істеткеніме көп жыл болды. Сыртқы көзге қарағанда көнерген және светі өзгерген болмаса, мен оны ұнатамын. Жаңа біреуге алмастырғым келмейді. Ол сағат А. Ескірген. Б. Туған күнге подаркаға берген. С. Атасы үшін алған. Яғни Б жауап тура.